Yerinde bәрін анаққа қарай жинаймыз, мерге сапқа тұрамыз. Балар, жылдам. Мен аштым ғой, аяқтарыңа салапан киеміз. Ана аяқтарына салапан кисем, қар кішкене аяқтар су болмайды ғой. Алдыңғы аптада естідім, Дасан Сатпаев Челсиға барыпты отбордан өткен деп. 16 жаста деп. Қазақ футбол тарихындағы рекордтық келісім. 16 жастағы Дасан Сатпаев енді лондондық Челси сапында ойнайды. Челси дейтін Англияның тобы. Ояқта мықты Дрогба дейтін ойыншылар ойнаған. Дастанның ойынына қарасаңыз, Қазақстанда болмаған шабуылшы. Себебі, мысалы, Дидье Дрогбаны қараңыз, супер сүрмерген. Болмаса, Лаутаро Мартинесті қараңыз, қазір ойнап жүрген. Топ алған сәтте жарылады, жанартауды жарылады, жылдамдықты іске қосады. Қайрат пен Тобылдың ойынын қараңызшы, сол жерде Дастан қалай соңғы қорғаныштан тез ұзақ кетті. Ондай шабуылшы бізде болған жоқ. Қалай болғанда да біз осындай таланттарды бірде-екілі ғана емес, бір шіркінай бір кемінде 4-5 бала шықса, жаман болмас еді. Бәріміз бір доп аламыз. Асықпаймыз. Заңгирование керек. Заңгирование аламыз. Екі ойыншыға бір доп алсақ та болады. Біздің газонға искусственный керек. Әлі салып бермеді. 2020 жылы бөлшек өткен андай нелер. Салып берсін. Осы ауылды. Әр жаңбыр жауып қарға көткенде ана жер балшық болып кетеді. Ойнамаймыз. Топыраққа газон төсейміз деп еді, қаражат жетпей қалды ма, нақтысын білмеймін. Біз оған енді топырақ деп нетпейміз. Жазғы уақытта шаң болып жатса су қарамыз. Қыста біздің балаларымыз қарды таптаймыз. Кәдімгідей керемет түзу алаң болады. Жоғары жақта отырған әкімшіліктер бір ауылдық жерге, ауданға бір футбол үйірмесі ашылсын, балаларымыз футболмен айналыссын деп бір қызығушылық өте бір керемет деп айтамын. Солға қараймыз, тура сола, екі қол жұмыс істейді. Солға қара. Футбол деген ол көбінше былай айтқан кезде бұқаралық сипаты басым болғанмен, ол кәдімгі ақшаны көп талап ететін спорт түрі. Ол мысалы бір ғана емес, кем дегенде бір командада 23-24 бала болу керек, бапкері болу керек деген сияқты. Сондықтан бұл жерде мемлекеттік бағдарлама керек. Соңғы кездері әрине УЕФА бұл тұрғыдан келгенде жақсы көмек бере бастады. Бірақ әлі де шынын айту керек, біздің футбол сол жергілікті үйірме күйінше ғана қалып отыр. Жалпы мен соңғы кездері ауылдан шығып, бір премьер-лигада ойнап жүр деген футболшыны білмеймін. Сондықтан ауылдың футболы былай өлі күйінде, ол балалардың көкірегіндегі арман күйінде қалып қояды. Үлкен поляда көп адамдардың қасында ойнап жүрсең, рахат қой. Көп адамдар келеді, қарап отырады сен, қолдайды. Таласамыз ғой көмек көтеруге. Бірінші орында көмек мысалы дәу болады, сол үшін соны көтеру үшін екі адам болып бір шеттен дейді ғой. Все считают, что у нас есть футбольные поля в регионах, но это имеется в виду не те футбольные поля, где 11 на 11 можно играть, стандартные, а маленькие ограниченные поля, где играют 5 на 5. Там и судейство совсем другое, там и правила игры совсем другие. Ни для кого ведь не секрет, что у нас в Казахстане, в северных и восточных и западных регионах 6-7 месяцев в году футбол играть на улице невозможно. Поэтому вот эти манежи, вот такие условия, они на целый порядок, возможно, подняли бы уровень и детского футбола, и взрослого, и юношеского футбола. Поэтому нужно строить, вкладываться в инфраструктуру, именно стандартные поля. На маленьких полях будет маленький футбол, а на больших полях будет большой футбол.
Бұл деген өзі жыр болды негізі. Біз 2002 жылы УЕФА-ның құрамына кірдік. Содан бері қарай сол Астана арена мен Түркістан аренаны ғана айтамыз. Тіпті Алматыдағы орталық стадионымыз моральдық жағынан әбден тозды. Қазір шығыс жағынан, батыс жағында ештеңе білмейді. Шығыс жағына барып отырсаңыз, аяғыңыздың астында сылақтың бәрі кетілген, цементтер ашылған, сондай жағдайда. Енді күзден бастап реконструкцияға түседі деп жатыр ғой. Орталық стадион осындай жағдайда болғаннан кейін басқа стадиондар туралы айтудың қажеті жоқ. Біздің премьер-лигаға қаншама талап қойып келе жатыр осы Қазақстан футбол федерациясы. Бірақ өз легионерлерден де сондай сөзді естіп болды. Қазақстанның инфрақұрылымы ең болмаса Беларусь сияқты, ең болмаса Армения сияқты емес деген нәрсені де естіп жатырмыз. Бұл біз сияқты кәдімгі өзін бай санайтын мүмкіндігі бар, Жерар Гоудың деңгейіндегі, Исаэльдің Аршавиннің деңгейіндегі легионерлер шақыра алатын лига үшін бұл ұят нәрсе. Қазір мысалы күннің 40 градус ыстығында Атырауда барып ойнайсың, ол футболшылардың табанын қыздырады. Кешкі сағат 7-ден кейін ол футболды көрсетейін десең не, жарығы жоқ. Вот мальчишки выходят уже в этом возрасте, они должны играть на все поле. Они вынуждены делить на тренировочный процесс, они вынуждены делить это поле пополам с другим возрастом, правильно? Или даже еще на 4 части. И все получается, мы играем на маленьких полях. Здесь шор, они на куполе где-то здесь тренируются. Да, там маленькое. У них поле. маленькое, раз одно, второе, оно разделено на одной половине человек 40, Да. бесплатники. Маленьких вот таких. Да. А вот на другой половине уже более-менее, ну там поменьше. 40 человек на той площадке, на половине. Енді балалар футболына келген кезде, мысалы бізде футбол орталықтары бар. Өзіңіз көргендей, бүгін қаншама футбол орталықтары келіп додаға түсіп жатыр. Одан бөлек бізде Қазақстанда енді жеке футбол мектептері бар. Олар да қатты өзінше бір балаларды өсіруге, балаларға дамытуға бір инвестициясын табады. Сондай-ақ жергілікті басқарушы органдардан қаржы көздерін алады мемлекет тарапынан. Ол да дұрыс нәрсе, ол да дұрыс қажет нәрсе. Енді біздің мақсат бүкіл жерде инфраструктураның санын арттыру ғой, стадиондардың санын көбейту. Ол алдағы 4 жылда жасалатын дүние. Мысалы бізде алаң бағдарламасы бар, Қазақстан футбол федерациясының. Биыл жоспар бойынша 7 алаң салыну керек еді, бірақ жаңа басшылық келіп, бүкіл есеп-қисаптарын жүргізіп, оптимизация дейді ғой, барлығын есептеп, артық қажет емес шығындарын барлығын алып тастап, 7-ден 9-ға дейін арттырып берді. 9 стадион салынады және ең бастысы стадион алаңдар салынады, сапалы, кәдімгі заман талабына сай. Олар біз анау сараптама жүргіздік, қай аймақтарға қажет. Мысалы, Ақтөбеде өте қажет, Ақтөбеде салынады. Қызылорда облысында өте қажет, Қызылордада салынады. Алматы деген сияқты 9 алаң жер таңдалынады, сол жерлерде салынады. Бұл өте жақсы дүние дейміз. Сондықтан балалар сол жақта ойнайды, жарысқа қатысады, сапалы газонда ойнайды. Соғады қазір. Бұл раллилар салады. Ауысып тұрып қоққа. Енді олар. Біз футболистерін бәрін жаттамағанбыз. Тек біздер футбол көреміз үйде. Мен өзім нетемін. Мағжан, қоя ғой бұл футболды. Бір жеріңе зақым келсе, келешекте өзіңе қиын болады, бізге қиын болады. Қоя ғой десем, жоқ, мама, мен бұны қоймайын дейді. Мен басқа мамандықты таңда, көз алдымызда жүрсең, деймін да мен өзім. Сен мама, жоқ, мен осы футбол таңдадым болды дейді. Даса Сатпаев сияқты мысалы Реал Мадридқа ауысқым келеді. Испанияның мықты дейтін клубтарына. Мысалы мен қазір Испанияға ауысып кетсем, қазақстандық футболист, мысалы Базарбай Мағжан деп танылады ғой. Сосын Қазақстан дамиды ғой, сосын сөйтіп. Клубы, понятно, у них нету такой статьи расходов на строительство поля. У них есть чисто спортивная составляющая, да, там учебно-тренировочные сборы, контракты какие-то с игроками. А что касается строительства, это уже не в их компетенции. Частные клубы, да, вот Кайрат, футбольный клуб Кайрат, построили хорошую, отличную инфраструктуру, которая соперничает с европейскими, мировыми даже стандартами, да. Были бы везде такие условия, у нас бы дети были все как Сатпаев, Дастан.
Өзім Шымкент қаласында туып өскем. 2021-ден бастап қатысып жүрдім футбол. Қатысып жүргенде дорларда доп теуіп, бір баламен аудандық турнирға барып қайттым. Воротаға тұрып, жақсы ойын көрсеткен екен. Сөйтіп мен папаға айттым. Пап, мен футболға қатысқым келіп жатыр. Сөйтіп үшінші командасында бастадым футболымда. Бірінші маусымда U17 жас санатында Кюджи лигада өнер көрсетті. 20 шақты голды соқты, ассисттері де бар. Жалпы дриблингі де әдемі ойыншы. Қазір ұлттық сол жас санаты бойынша құрама сол жерде де өзін жақсы қырынан көрсетуде. Жалпы болашақта үміт күттіретін шабуылшылардың бірі осы Дәулет Орынбасар. Қателеспесем, Түркістанда өзін футбол карьерасын бастаған болатын. Содан кейін осыны ойыншыны көріп, Қайрат академиясына өзіне алды. Қайратқа бірінші келген кезім мен папам өзі алып келді, осы базаға тұрды. Мен басында шок состояние болдым, қалай деп қуанышты болдым. Мына базаларды көріп, мен де таң қалдым. Уже үйреніп болған екен, уже аяқтың рахатын сездім ғой. Выпрямляем, сгибаем. Все, поставили. И пошли делать обратное отжимание. Сразу. Ставим, ножки поставили и поехали. Сгибаем локти. Все понятно? 10. Әр балдардың комнаталары, біз осы жерлерге жатамыз. Әрқайсының аттары жазылып тұрады. Әр айды ауыстырып тұрады, әр баламен араластырсын жатыр. Мен комнатам, мен Нұрболат Санат деген досыммен жатам. Ал міне біздің комнатамыз осы. Міне біздің шкафымыз, киімдеріміз осы жақта тұрады. Мына мен жатам. Мына досым Нұрболат Санат жатады осы жерлерде. Ата-анам әр апта сайын менің матчыма келеді, маған қолдау білдіреді, поддержкаларын береді. Бұл жерде жеке әке-шешенің энтузиазмы, ниеті, баланың арманын аялауы деген мәселелер ғана алға шығады. Яғни баланың болашағын содан көргісі келсе, үлкен қалаларға апарып, спорт мектептеріне апарып жатқан болмаса, былай біздің тіпті ең қазаққа жақын деген бокс спортының өзінде, мысалы Асланбек Шымбергеновтер 17-18 жасында келген, мысалы ауылдан, мысалы үшін олардың өзі қалаға жақын жерде тұрғандықтан, мысалы үшін, ал басқа балаларда бір сондай бір керемет мүмкіндік бар деп айта алмаймын. Сондықтан бізде ауылда талай таланттар тұншығып жатыр. Оны ашатында бір сұмдық ниет байқалып тұрған жоқ. Сондықтан ауыл балалары футболға тек көрермен және жанкүйер ғана болып жүр деп айта аламын. Осы Алмалыда тұрып ойнай бергім келеді, бірақ өскен кезде 8-9 сынып болғанда футболды тастап кетем ба деп жүрмін. 14 жастан, 15 жастан бастап уже футболдан тренировка тоқтатылды. Ол жаста футбол жоқ қазір. Біздің ауданымызда жарыс жоқ. Жаттығамыз, бірақ ешқайда шықпаймыз. Мүлдем жоқ жарыс. Қарасай ауданына барамыз, Жамбыл ауданына барамыз. Біздің ауданымызда жарыстар аз болғандықтан олардың қызығушылығы тоқтайды. Біреу күреске кетеді, дзюдоға кетеді. Бізде де алдында Болат Ерал мен Назарбай Нұрдәулет деген баламыз болды. Екеуі де облыс құрама командасынан ойнап Қарағандыға барып келген болатын. Жақсы өнер көрсеткен. Олар да қазір бар, бірақ көп жарысқа шықпайды. Менен сұрайды, ағай, қай жерге барамыз? Барайықшы. Жолдастық кездесуге барамыз, бірақ жарыс жоқ. Осы 15 күні Түркістанға баруымыз керек еді, бірақ спонсор жоқ. Спонсор 400 мың теңге төлеу керек еді. Спонсор бізге келмейді. Бюджетті санасам, ол жерде 450-500 мыңдай ақша керек екен, қаражат. Командамызға. Енді жол ақысы бар, жатуы бар, тамақ ішетіні бар дегендейші. Соны санадық 450 мыңдай. Ата-аналарына айтып едік, кішкене ол кісілер қысылды. Айтты, енді ренжімеңіз дейді ағай. Енді ауыл жерде көз табыс қиындау. Соң спонсорларға шықтық. Қазіргі қысқы уақытта жұмысымыз аз, ренжімеңіз деп бізді былай шектетіп қойды. Ауыл футбол жобасын бастап кеткенімізге 5 жыл болды, биыл. Басты мақсаты жобаның сол ауыл балаларына, ауыл балалар футболына қолдан келгенше көмек беру. Біз олигарх емес, біз қалтамызда онда миллиардтаған ақша жоқ. Бірақ қолымыздан келетіні әйтеуір мына коммуникация мәселесі, спонсорлармен, компаниялармен, тағы басқасымен жаңағыдай келіссөз жүргізіп,
спонсорлық қаражат тартып осы балаларға көмектесу, осы бас тақырып. Ана жарысқа бару проблема балалардың. Басқа ауданға шығу, облысқа шығу, республикаға шығу проблема. Осы мәселені біз айналысып жатырмыз. Былтыр мысалға ана өткізген 14 өңірде жарыстарды өткіздік. Сол кезде спонсормен келісіп, әр командаға жаңа жолын компенсация жасап беріңіз деп сұрап, өтініш жасап көмектескен спонсор. Ең басты жол проблемасы ғой, жетіп барып ойнап қайтуым. Ол бір ата-ананың жағдайы бар, береді ақша, бір екіншісі бере алмайды деген сияқты. Ауылдың жағдайы сондай. Құрметті жанкүйерлер, Қазақстан Республикасының мемлекеттік гимні. Жылдары QG лига деген бас көтере бастады, бірақ QG лигада өкінішке қарай сол қалаларға арналған жүйе. Бұл жерде мысалы Шымкенттің командасы ойнайды, Тараздың командасы ойнайды деген сияқты, Атыраудың командасы ойнайды деген сияқты. Сол Құлсарының бір командасы шығып жатқанын көрген жоқпын. Степногорскінің бір командасын, Қаскелеңнің Алматының іргесінде тұрған бір командасы шығып жатқанын көрген жоқпын мен мысалы үшін. Сондықтан алдағы уақытта осындай балалар футболын дамытады екенбіз, бүкіл аймақты қамтуға тырысса деп ойлаймын мысалы үшін. Freedom QG лига, жасөспірімдер футбол лигасы осыдан 2 жыл бұрын, 2 маусым бұрын өзі бастауын алған болатын. Бұл жеке қаражатқа жұмыс жасайтын футбол лигасы және Қазақстан футбол федерациясымен бірлесе атқарылған проект. Аяқталған 2 маусым қорытындысы бойынша Қазақстандағы үздік проекттерінің бірі тек қана футбол проекті емес, жалпы спорт саласындағы Қазақстандағы үздік проект деп сеніммен айта аламын. QG лиганың ашылуымен жалпы жасөспірімдерде футболға деген көзқарасы өзгере бастады. Себебі осыған дейін біздің жасөспірімдеріміз, мысалы 18 жасқа дейінгі, олар апталық методта жұмыс жасау, апталық методта ойын өткізуді, апталық циклда білмейтін. Олар курсовой метод, бұтақтық метод дейді, сонымен ойнайтын. Мысалға, айына бір локацияда жиналады, 5-6 күннің аралығында 7 ойын, 6 ойын өткізеді. Және бұл жерде бір жалғыз қарсыласқа дайындық деген жоқ. Осы топта 5 команда бар ма, сол 5 командаға қарсы бір күн демалып бір ойын өткізеді. Және бұл енді физикалық тұрғыдан осы 18 жасқа дейінгі балаларға өте ауыр. Сондықтан да бізде жасөспірімдер футболынан үлкен футболға өту бір көпірі болмайтын. Ал қазір осы QG лиганы осы көпір деп санасақ болады. Жасөспірімдер футболынан үлкен футболға бірлей өту бағыты ғой. Давайте, ребят, сильнее надо. Хорошая дошла, да. Хорошо. Расстояние большое, ребят. Бей, сильнее бейте, ребят. Во. Звездалармен салыстырамын ғой. Эден Азар, Каутиньо сияқты. Мессилармен салыстырамын өзімді. Сол олардың істеген әрекеттерімен, футболда творить етіп жатқан заттарымен андай шеберлігін көрсетеді оларда. Мен де өзім шеберлігімді солармен сынаймын. Солардан қалыспас үшін бәрі әшейін тез болу керек қой. Бір доля секундта сен неше түрлі мастерствоңды, шеберлігін көрсетіп үлгеру керек. Сен миыңда ол жерде сен уже шешім қабылдап, бір эффективный шешім қабылдауың керексің ғой. А олар сондайды әшейін уже әдетке айналдырғанда. А біз болса 4 секундта бойланамыз бит. Басымызды көтеріп, қарап, поляға. А олар уже істеп тастайды да, а біз ойланып жатқанда олар істеп жатады уже. 28. 4-те 6. 8-де 4. Орынбасар деген фамилия бізде өте мейнстримный фамилия болып тұр ғой қазіргі таңда. Тараз футбол мектебінен футболшылар жарық өзін көрсетуде. Олардың бірі Нұрдәулет Орынбасар. Маусым соңында шабуылшылар арасындағы үздік атанды. Техникасы өте мықты ойыншы. Ақтөбеге қарсы ойында 3-4 қорғаушыны артта қалдырып, қақпашыдан доп тасырып гол соққаны, одан бөлек әдемі голдары және лидерлік қасиеті бар. Команданы алға сүйреу қасиеті бар. Ассалаумағалейкум. Қалай? Өзіңізде қалай бәрі жақсы? Былтыр
лучший нападающий болдың, иә? Иә. Кижи лигам. Молодец. Өте жақсы. Әке анашым, бұның бәрі сіздердің арқаларыңызда, сіздердің қолдауларыңыз арқасында. Тараз деген жыл сайын таланттарды топтап шығаратын өңір ғой, былай айтқан кезде. Мысалы, Тараз соңғы 3 жыл бірінші лигада ойнап жүр деген күннің өзінде, мысалы, биыл Премьер лигаға Әрсен Әшірбек деген баласы бар, Диас Орынбасар деген баласы барды. Тағы қандай Атырауға барған Ерсұлтан Қалдыбек сол Таразда мысалы үшін осындай 6-7 бала биыл тағы да Премьер лигаға бар. Қалыптасқан бұл жақсы нәрсе. Осыны неге пайдаланбасқа деп ойлаймыз да, біздің бір футбол командаларының, клубтарының үлкен қателігі дайын легионерлерді көбінше еркін агенттерді алады. Ешкімді сатып алмайды. Яғни ешкімге керексіз болып қалған, басқа командалармен келісімшарт біткен легионерді алады да, соларды жарты маусым немесе бір маусым пайдаланады да, болды. Арғай оған ақшасын, қалтасын сықап беріп жібереді мысалы үшін, иә. Ал мысалы енді Аякс демей-ақ қояйын, басқа да демей-ақ қояйын, бір мысалы Базель алып көрейік, иә. Швейцарияда Базель енді сұмдық бай команда емес. Бірақ солар мысалы Мұхаммед Салахты шығарды да, мысалы. Мұхаммед Салах қазір әлем футболының жұлдызы, алтын доптан үміткер ойыншы. Биыл АПЛ-ды жеңіп алды. 5-7 маусым бойы қатарынан 20 гол соғып келе жатқан ойыншы. Тараз неге сол таланттарынан айырып қалып отыр? Өйткені Тараздың өзінің жағдайы жақсы емес. Маусымның ортасында Тараздан тіпті бірінші лиганың көшбасшымыз ортан гол командаларына сол ойыншылар әшейін жан бағу үшін ауысып кетеді, мысалы. Демек, бізде талантты өсіріп, содан бір пайда табатын жүйе жоқ мүлде. В этом году мы для футбольного центра, у нас бюджет в среднем 360 миллионов тенге. И у нас воспитывается 360 как раз подростков. И на каждого, если посчитать, это 1 миллион тенге в год для тренировочного и для соревновательного процесса. Это разве большие деньги? 1 миллион тенге. Вот из-за этого я знаю точно, что в многих развитых странах, вот Америка, да, пример, если они нашли талант, они туда миллионы долларов вкладывают, чтобы сделать с него звезду. Мы говорим, Тарас воспитал очень многих футболистов. А если будет все будет как, ну, по крайней мере, хотя бы в Академии Кайрата или в лучших там академиях Европы, да, у нас еще больше будет. Там, например, у нас мы вот статистику недавно мы даже смотрели. С 90-х годов рождения, например, брать, если 93-й год, там Исламхан один у нас, да, ну, игрок сборной, как бы и за рубежом играл. Но потом дальше идет, и в каждом возрасте 1-2 всего лишь. А когда будет комплексно, и мы охватим весь Джамбулск, всю Джамбулскую область, и у нас будет массовость, и плюс медицина, психология, инфраструктура, я думаю, за год у нас будет по 5, по 10 исламханов выходить. Это однозначно. Это, потому что это доказано уже, не только здесь, в Европе доказано это все. Когда при правильном как бы, комплексной работе качественных футболистов выходит больше. Бізде шешуші матч болған, Кижи лигадағы соңғы біздің ойынымыз болған. Бір 35-ші минуттарға таман өзім аяғымды қайырып, жарақат алдым, аяғым трещина болды. Сындырған кезде жыладым, андай ауырғаннан жыламадым, бірақ андай өзімді сол кезде ең жаман өзімді сол кезде сезіндім, потому что уже енді өсіп келе жатқан футболист үшін серьезный травма деген ол психологически қатты удар болып тиеді. Футболдан алған эмоциялар мен үшін білмеймін, бір ерекше сезім аламын футболдан. Тыныштық футболдан. Көп жағдайда бізде 17-18 жасында, тіпті 20 жасына шейін нәтиже көрсетпеген балалар футболдан былай ала сатылып тастайды, мысалы. Сосын олардың көпшілігі жаңағындай
жол тауып кеткен кетеді, кетпейтін көбінше қара жұмыспен айналысады. Осындай балалардың тағдырына алаңдаушылық білдіруіміз керек. Соңғы кезде қарап жүрмін, Қайрат академиясының балалары қазір бүкіл Қазақстан футболына бара бастады ғой, мысалы, Жетісуда қаншамасы жүр, басқа жерлерде де қаншамасы жүр. Жетісуға ауысқан қазір мынау Сұлтан Асқаров, Мирас Оматай, Рамазан Кәрім деген жігіттердің бәрі кеше сол Дастанмен бірге доп тепкен балалар ғой, барлығы да мысалы. Дастаннан 1 жас 2 жас үлкен балалар, бірақ бәрі сол буынның балалары ғой. Сондықтан бұл жерде Қайрат өте дұрыс істеп отыр деп есептеймін. Яғни өзінің негізгі құрамынан орын табылмағанда басқа командаларға жалға беріп тастайды. Егор Ткаченко деген ойыншыны мысалы Елімайға жалға беріп жатыр мысалы. Осындай нәрселерді жиі пайдалану керек. Мысалы басқа қай команданың түлектері сөйтіп кәсіпқой футбол команданың құрамын толықтырып жатыр, айтыңыздаршы мысалы, Есть! Оп! Сколько? Щекой! Вставай быстрее! Позиция! Хорошо, браво! 2024-те біз Швейцарияға бардық, ең үлкен турниріміз болды біздің сол. Ол жақта Бенфика, Марсель, Сан-Гален, ПСЖ деген топ клубтар болды. ПСЖ командасы топ 5 лиганың мықты командалары ғой енді. Солармен ойнау әсері, эмоцияларымыз жақсы болды. Марсель командасы болды. Тоже Францияның топ 5 лиганың мықты командасы. ПСЖ-мен тең есепке жеттік. Біз сол турнирде 5 или 6 матч ойнадық. Бір ничья, қалған бәрі победа и 0 гол пропуск еттік. Қайрат академиясы жылда Европада жоқ дегенде 2-3 жарыс өткізеді. Ол бар, ол факт. Бірақ бізде Қайрат академиясынан бөлек қанша футбол орталықтары мен футбол мектептері бар. Сол футбол орталықтары мен футбол мектебінде ойнайтын балаларда бар ма европалық командаларға қарсы ойын өткізу тәжірибесі? Жоқ. Сондықтан да бір ойын болсын, осы балаларға мүмкіндік жасау біздің идеямыз болды. Бұл жерге All-Star командасына Шахтердан, Ақтөбеден, Петропавлдан, Павлодардан, басқа да қалалардан ойыншылар жиналып, европалық командаға қарсы ойын өткізу мүмкіндігіне ие болады. Және осы деңгейді арттыра түсіру, қарсыластық деңгейін арттыра түсіру біздің басты мақсатымыз болды. Және биыл 3 маусымда біз енді Атлетико Мадридтің, осы Қазақстандағы емес, Атлетико Мадридтің Испаниядағы академиясымен келісімге келіп, соларды Алматыға шақыратын болдық. Кәдімгі келісімге келдік, бұл ойын официально өтеді. Басқа елдерге сондайларға бармаймыз. Мысалы, Испания кішкентай академиялары уже жастайынан басқа елдерге апарып бейімдерін еткізеді. Олар уже Париж, Франция, басқа Италия деген елдерге оларға жай сән баруға. Ал бізге, мысалы, Ресейге барсақ сразу қорқып кетеміз ба, білмеймін, қобалжу болады. Басқа елдер уже бейімдер баған ғой. Көбінесе 80% футбол жарыстарынан біздің оқушыларымыз жеңіп алған. Республикалық жарыстарға былтыр 5-ші орын алды біздің балаларымыз. Енді кішкентай ауылымыз болса да, мысалы спорт залымыз жоқ болса да, ауламыз бейімделмеді деп біз ешкім қандай сылтау айтпаймыз. Қолымыздан келгенінше біздің балаларымыздан түкте аянбаймыз. Жарыстарға неған кезінде мен айтамын ғой, қандай не болса да Темірлан барады депші. Бар нәрсені жеткізуге тырысам. Басқа нәрсе істенбей қалса да осыны жіберуге тырысамын да. Шыны керек қиналатын күндерімізде болады. Әсіресе көбінше бізде проблема болып қалатыны енді менің жеке өз басымда. Бізде мына аяғымда сороконожкасы қиналамыз да. Өйткені жаңағы анандай арзанырақ нелер әперіп не қылсам, например, ол уже 1-2 топтан кейін уже жарамай қаламыз да. Маңызды заттар сороконожка, бутсы, гедры, терма дейтіндер керек. Сосын алаңы дұрыс болу керек. Өйткені бутсымен былай теуіп отқан кезде андай искусственный жүріп кетуі мүмкін. Сосын жыртылып қалуы мүмкін ғой. Мағжан, неше рет аяқ киім аламыз саған әр жарысқа барғанда?
жылына. Білмеймін, әйтеуір неше рет жарыс болады, соны аяқ киім аламыз ғой. Иә, жаңадан аламыз. Біз өткенде 17 мыңдығын алдық, 13 мыңдығын алдық. Алам, мен осыны киюім керек, ойнауым керек осымен дегеннен кейін алып береміз. Әкесі де қолдайды, мен де қолдаймын. Бізде шектеу жоқ, бармайсың, ақша жоқ дегенді айтпаймыз. Бара ғой, ойнай ғой, қарсы емес біз дейміз. Былтыр 24 жылы 100 тренер оқыттық D категориясына УЕФА-ның. Ол бірталай көмек берді деп отырмыз, өйткені тренерлердің көбісі физрук, анау-мынау жаңағыдай тренерлік жаттығулардың қыр-сырын білмейтін шығар деп ойлаймыз да, енді көбінесе. Бірақ бірталай нәрсе үйреніп, оқып біліп алды. Қазір жағдай жақсы емес. Оның үстіне ол тек қана жаңағы категория D-ны үйреткен жоқпыз, оның үстіне жаңағы айналып кеп коммуникация, жаңағы жергілікті биліктің өкілдерімен, спонсорлармен қалай сөйлесу, бақ өкілдерімен қалай сөйлесу деген сияқты, қалай қарым-қатынас құру деген сияқты сондай мәселелерді бірнеше сабақ онлайн, офлайн түрде өткізіп, біраз оқыттық. Соның нәтижесінде осы 24 жылдың декабрінде примерно есеп-қисабымызды шығарғанбыз. Сол оқыған тренерлердің примерно 20-25% тренерлер былтыр 24 жылы 47 миллион теңге спонсорлық қаржы тартқан өздерінің командаларына. Бапкерлер тапшылығы бар, және біздің бапкерлерге жалақы өте аз төленеді. Мысалы 80 мың теңгеге, 120 мың теңгеге істеп жүрген жергілікті мысалы бір ауылдағы немесе бір аудан орталығындағы бапкерлер бар. Енді өзіңіз ойлаңызшы, мысалы сіз 4-5 бала демей, 2 балаңыз болса 80 мың теңгеге қалай бағасыз? Мысалы үшін, сіз ауылда тұрыңыз, жарайды, қолыңызда сиыр бар, қой бар деген күннің өзінде, мысалы, ол сізге қаншалықты талғажу болады, мысалы. Сіз баланы жаңағы киіндіруіңіз керек, жарыстарына қосуыңыз керек, басқа да әлеуметтік талаптар бар деген сияқты. Сондықтан бұл жерде де кәдімгідей жүйе болу керек, мысалы үшін. Жерлерде спорт мектептері ашылады, сол жерде кәдімгідей нәтиже бере алатын бапкерлердің айлығы жалпы орта деңгейде болу керек қой. Мысалы 300 мың теңге көлемінде, 150 мың теңге көлемінде. Былай қарасаң бір утопия сияқты көрінеді, бірақ мемлекет оған шама шарқ етеді деп ойлаймыз. Басты көтер, дұрыстап істейміз, балалар. Өтірік істемейміз. Мынау не жатты бұл? Былай толық отырып. Кет, Тимоня. 1, 2. Тренер – это штучный товар. Как говорил Валерий Лобановский, украинский тренер, Динамо Киев тренировал, сборную Советского Союза тренировал. Он всегда говорил, тренер – это штучный товар. Это как вот учитель, как врач. Это человеку нужно иметь призвание. Он должен любить свою работу, любить детей, отдавать всю душу, вкладывать. Поэтому тренерский труд – это очень такое серьезное. И обучение на тренера тоже идет поэтапно, пошагово, и получают сначала категорию С, Б, А, Про, ну и потом становятся великими тренерами. Футболисттерде қатты өкінетін кездер өте көп болады. Әрбір футболистте әрбір матчта болады деп ойлаймын мен. Мен қатты өкінетін кезім ол Қазақстан құрамасына жасөспірімдер арасында 17 жасқа дейін сол Белоруссия командасына қарсы ойында бір жақсы момент келген, сол моментте соға алмай қалдым. Соған әлі күнге дейін өкінем. Егер де сол моментте гол соққанда, қазір біз Евроға жолдама алатын едік. Бәрі басқаша болатын еді. Қатты өкінем. Әлі күнге дейін өкінем. Әлі түсіме кіреді әлі сол момент. Еще сол сәт мен телефонымда бар етін. Соны көріп, өзім жегідей жейтін. Жылы келіп осы Таразда футбол содан бері қарай осы Таразға жанкүйер болып жатырмын ғой балам. Небір жақсы күндер ойындар болды, чемпион болды, қалай қуандық бәріміз. Кейінгі жылдар енді мынандай болып жатыр ғой. Ақша жетпейді дейді, Тараздың ойыншылары бүткіл Қазақстан жүр ғой қазір бәрі шашылып. Вот қазір міне бұл жерде футболда тұрмыз ғой, көрдің қазір. Таразда кішкентай балалары Шымкентке барып
кубок алып келді, бірінші орын алып келді. Білмеймін қандай турнир екен. Иә. Тренер жанында отыр, айтып отыр, 50 мыңнан өзіміз жинап, балаларға өзіміз жол кіресті апарып, автобуспен өзіміз, таксимен өзіміз барып, өзіміз формасы жоқ, формасы шықты шейін, неге ана кубокпен. Көрдің өзің. Қайда сол? Ұят емес пе? А соның бәрін организовать областной спорт қайда? Солар қайда жүгіру керек қой міне. Вот сол кезде біздің келешегіміз болады, болашағымыз болады. А так, мен білмеймін. Манчестер Юнайтед мысалы Эд Вудворд дейтін адамды аттай қылып алдырды. Енді оның жүрісі әйтті бүйтті, Бруно Фернандешті алып келді, анау артық трансфер жасады, мынау кем болды деген нәрселер айтылды. Бірақ көзі ашық, бүкіл әлем соның сол істі жүргізе алатынын біледі ғой. Бізде осындай менеджерлер бар ма? Мүлде жоқ қой, мысалы үшін. Мүлде жоқ. Астананың спорттық директоры болған Қайсар Бекен мысалы Еуропадан сол арнайы оқып келді мысалы үшін. Белгілі бір дәрежеде оның Астана командасына да сондай Қазақстан футбол федерациясына пайдасы тиді деп есептеймін, әлде тиеді. Осындай нәрселерді осындай мамандарды оқыту керек бізде. Кәдімгідей сырттан оқытып келу керек. Қиялымда мен ПСЖ-да ойнап жүрмін дейік. Жалақым жетерліктей олигарх болуға. 10 машинамдай бар, футболда айырырсың ғой. 3 золотой мяч бар. Алла қаласа. Құдай қаласа топ-5 лига кетуге арман, бізге де мақсат қоямыз. Барселонада ойнасам екен, Реалда ойнасам екен деген армандар болады ғой. Соған Құдай қаласа жету енді. 2 жыл бұрынғы ұлттық құраманың мысалы соңғы сәтке үміткер болу, ол біздің де ешкіммен кем емес екенімізді көрсетті ғой. Бізге бір дұрыс бапкер болса, сосын кәдімгідей қолдау болса, жігіттердің өзіне деген сенімін жақсы ойната білсе, жақсы ойнай алатынын көрдік. Бірақ енді сол буыннан кейінгілер сол биікті ұстап тұра ала ма деген нәрсе. Мысалы Асқат Тағыбердиндер кетеді, қазірдің өзінде 35-36 жастағы жігіттер. Ал оның орнын басатын кім бар деген мәселеде біз көбірек ойланып қаламыз. Александр Марышкин ұлттық құрамадағы карьерасын аяқтадым деді. Енді қазір Әділбек Жұмаханов, Әлібек Қасым, Марат Быстров деп 3-4 ойыншы, Нұрәлі Әліп деп 3-4 ойыншыны айтамыз да, сол позицияға мысалы үшін. Бүкіл өйткені Премьер-лигада қарасаңыз, біздің орталық қорғаушылар және артық жартылай қорғаушылар барлығы легионер, мықты ойнайтындардың барлығы. Бұл үлкен проблема мысалы. Осының барлығына кәдімгідей келесі буын қандай болады дегенге кәдімгі футбол басшылығы қатты баса ұрту керек деп есептеймін. Өскен кезде Лига чемпионовқа қатысып финалда Челсиге деп гол салғым келеді. Өйткені ояқта барлығы камералар болады, түсіріп тұрады әр атакада. Сосын комментаторлар болады, айтады. Мысалы мен допинг жатсам, міне Мағжан келді дейді, сосын мысалы 7-ші номер болса, Мағжан гол, 7-ші номер.